Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Қазір мен сіздерге туындыға байланысты бір екі есептерді көрсетуге тырысам. Енді бұл менің оқушыларым өтіп жатқан тақырып болғандықтан сол бойынша ғана айтып өтемін. Ең бірінші, берілген функциямыздың түрі косинус квадрат x екен. Бізге тап депті туындыны. Мынау дегеніміз ол y' деген сөз. Енді бұл функциядан туынды табу үшін мынаны біз басқаша айтқан кезде косинус x квадрат деп жазуымызға болады, мына өрнекті. Енді бұл дәрежелі, бұл күрделі функцияның туындысы болып есептелінеді. Яғни бізде қандай да бір функция және оның дәрежесі тұр. Демек, бұны біз сіздермен шынжыр ережесі дегенбіз. Сол ереже бойынша ең бірінші дәрежеден туынды табамыз. Дәрежеден туындысы 2 алдына түседі. Косинус x болды, 2-ден 1-ді алсақ 1 көбейтілген. Енді мына іштегі тұрған функциядан туынды табамыз. Көбейтілген косинус x-тан және туынды табамыз. Сол кезде 2 косинус x, косинус туындысы минус синус x. Нәтижесінде бізде минус 2 синус x көбейткіштерін орындыра қосып косинус x. Ал бұл минус синус 2x дегенді береді. Егер ықшамдап жазар болсақ, былай да қалдыруға болады, немесе былай да жазуға болады. Көп жағдайда теңдеулер, теңсіздіктер кейін шешу керек болса, мына түрде жаза алған жақсы. Бұл бір. Екінші есеп. Екінші есеп, міне функция туындысының нөлдегі мәнін табыңыз дейді. Басқаша айтқан кезде нөл нүктесінде жүргізілген, кейде градиентті тап дейді. Бұны кейде k деуімізге болады. Градиент. Жанама бұрыштық коэффициент дейміз ғой. Енді туындысын тауып аламыз бірінші. Бұл енді сәл өзгешелеу. Бұл жерде туынды табу үшін бұл күрделі функция. Күрделі функция тапқан кезде бірінші сыртқы функциядан туынды табамыз. Ең біріншіні синустан туынды табамыз. Сыртқы функция дейміз оны. Синустың туындысы косинус. 2-ден 1 аргумент өзі сақталады, көбейтілген. Енді мына ішіндегі функция мына. Ішіндегі аргументтен туынды табамыз. 2-ден 1 x-дің туындысы 2-ден 1 қосылған. Дәл сол сияқты. Мына арада да бірінші косинустан туынды табамыз. Ол минус синус аргументі тұра береді. 3-ден 1 x көбейтілген. Енді аргументінен туынды табамыз. 3-ден 1 x-тен туынды табса ол 3-ден 1. Енді бұны дұрыстап жазып қоямыз. Мына сандардың алдына шығарып. 2-ден 1 косинус 2-ден 1 x азайтылған деп мынаны шығарсақ 3-ден 1 синус 3-ден 1 x. Міне. Есеп осылай болады екен. Енді бізге нөлдегі мәнін тап деді ғой. Нөлдегі мәнін табайық. Енді осы араға f' 0 дей салайын. Енді нөлді мына жерге қоятын болсам, мына араға 0 қоятын болсам, синус 0 градусты 0 тұтасымен, демек мынауымыз тұтасымен 0 болып кетті деген сөз. Мына жерге қойсақ, 0-ді 2-ден 1-ге көбейтсек, 0, косинус 0 градусты 0-де 1-ге тең, 1-ді 2-ден 1-ге көбейтсек, 2-ден 1. Демек, бұрыштық коэффициенті дейміз ба, градиенті дейміз ба, 2-ден 1-ге тең екен. Міне. Үшінші есеп. Косинус квадрат. Синус 5 дәрежелі x көбейтілген косинус 3 дәрежелі x депті. Бұны да жаңағыдай. Ең бірінші, біз мынаны түсінуіміз керек. Бұл синус x 5 дәрежелі көбейту косинус x куб деп. Осылай сыртына жазып алуға болады. Енді мұны кәдімгідей туындысын тап дейді бір мұнда да. Демек туындысы дәрежеден табамыз бірінші. Мына көбейтінінің туындысы және. Бірінші көбейткіш. Бірінші мынада шығаруға. U көбейту V ғой. U көбейту V. U' көбейту V плюс V' көбейту U деген.
осы штрих мынау. Осы ереже бойынша шығарамыз. Демек бірінші мынадан дәрежеден туын табайық. 5 көбейтілген синусымыз қалады 4 дәрежелі. Көбейту енді осы ішіндегі функциядан туын табамыз. Синустың туындысы косинус x. Көбейтілген в қалады. В-мыз косинус x куб. Қосылған, енді мына қосуды жазын. Енді мынадан туын табамыз. Бұдан туын тапсақ 3 көбейтілген косинус x квадрат болады. Көбейтілген, енді косинустан туын тапсақ минус синус x. Енді бағанағы ең басында тұрғандай, мына жерде өшесін. Ең басында тұрғандай біз дұрыстап жазайық. Тең мына бір 5 көбейтілген синус 4 дәрежелі x деп, мына сыртынан ішіне қайтадан жазуға болады бағанаға айырмашы. Көбейтілген косинус, міне анарда x косинус куб, мынарда косинус 4 дәрежелі x деуге болады. Енді астына қарайтын болсақ, астында көбейтілген, мен жаңағы нені ұмытып кеттім. Көбейту төменде мына бірінші функция бар екен ғой. Синус 5 дәрежелі x бар екен ғой. Мына уды жазуды ұмытып кеттім. Сол кезде менде мына қосу минус деп тұр, сондықтан минус болады. Минус 3 косинус квадрат x көбейтілген синус 6 дәрежелі x. Міне. Синус 6 дәрежелі x. Енді кейде бұны көп жағдайда бұны ықшамдап, мына ортақ көпшіктерді жақсыртына шығарып жеріп жатады. Көп жағдайда. Мысалға, екеуінде синус косинус квадрат x бар, және синус 4 дәрежелі x бар. Шығарып жүретін болсақ, бұларда 5 косинус квадрат x азайту 3 синус мынау 2 квадрат x. Міне осындай өстіп жазуға болады. Рахмет назарларыңызға.